Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біздегі тақырып графтар және ағаштар. Графтар жайлы толық мәлімет ала аласыздар. Графтар анықтамасы. Алғаш рет 18 ғасырда графтар туралы түсінік пайда болды. Кейіннен 20 ғасырдың басынан бастап графтар теориясы деп алғаш рет венгр математигі Дэниш Кейниг енгізген графтар жайлы. Графтар нүктелер жиынынан және осы нүктелерді байланыстыратын қабырғалар құрылған сызба. Түйіндері нүктелер жиыны, ал түйіндердің жалғасуы пары екі нүкте болып келетін тор түрінде бейнеленеді. Графтардың екі түрі бар. Олар бағдарланған және бағдарланбаған болып екіге бөлінеді. Яғни бірінші ол бағдарланбаған болса, мысалы бірінші сызықта, екінші сызықта да оның стрелкасы жоқ, ал бағдарланған оның бағыты бар. Бағдарланған және бағдарланбаған граф J әрпімен белгіленеді. Негізгі ұғымдары J болып белгіленеді. V, E олардың бары төбелер саны V болса, E қабырғалар санын көрсетеді. V, E ол граф элементтері. V ол граф дәрежесі, E ол граф өлшемі болып табылады. Және де осыған байланысты есептер түсіндіре кетсек, бізге осылай бағдарланған граф берілген, және де осы бағдарланған графты біз матрица түріне қалай жазамыз? Бұл жерде бізде I деген қатарлар саны, ал J дегеніміз ол бағандар саны болып табылады. Мысалға, бірінші, екінші, үшінші, төртінші бағандар саны көрсетілген, және де осы уақытта бізде бірінші қатарда мысалға айта кететін болсақ, бірінші қатарда 2-ге жол бар және 4-ге жол бар, 3 пен 1-ге жол жоқ. Ал екінші қатарда да дәл сондай. Екінші қатар ол 1-ге жол бар, 2-ге жол жоқ, 3 пен 4-ге жол бар. Үшінші қатарда да бізде дәл солай. Біріншіде жол жоқ, екінші қатарға жол бар, үшінші қатарға жол жоқ, төртінші қатарға жол бар. Бірінші бағаннан екінші бағанға жол болатын болса, онда біз жол болатын болса 1-мен, ал жол жоқ болатын болса 0-мен шифровкалап жасап шығамыз. Ал мына жерде бағдарланған болатын болса, бағдарланған қабырғалар салмағы 100-ден артық болмаған граф деп көрсетілген. Бұл жерде оны матрица түріне келтірген уақытта дәл жаңағындай тек 1 мен 2-нің аралығы 6 сағат жол, немесе 1 мен 4-дің аралығы 2 сағат жол деп арадағы жолды орнын жазып шығамыз. 1-дің орнына 6 сағат, 1-дің орнына 2 сағат деген секілді қылып матрица түріне келтіріп толығымен жазып шығамыз. Дәл осылай есепке көшетін болсақ, бізде есеп берілген қаладан n көпірі бар. Осы көпірлерге байланысты
жұлдызы арқылы жұлдыздарды негізделіп алып енгіземіз. Және осы енгізгеннен кейін бізде шығартып форайндауыш арқылы жауабын алды екенін көреміз. Осы видеода графтар және ағаштар жайлы түсіндірілді, және де сізге осы видеоны түсінуіңіз сізге қажетіңізге жарайды деп үміттенеміз.